Биылғы жылғы тамыздың 6-сынан бастап облыс әкімдігінің қолдауымен Ринат Закиловның бастамасымен біздің филиалымызда Ұлы Абайдың күніне орай Абайдың қара сөздеріне ашық дәрістер өтуде. Ашық дәріс бұл жоба челлендж форматында ұйымдастырылуда. Яғни ең бірінші болып Ринат Закилов бастаған болатын. Өзінің дәрісінде Абайдың 15-ші қара сөзін ашып, негізгі біздің мақсатымыз осы Абайдың қара сөздерін одан әрі талқылау арқылы оны жаңғырту, таныту, мақсатын ашып, маңызын түсіндіру халыққа. Сол бүгінгі біздің дәрісіміз сол апта сайын өтеді. Бүгінгі біздің дәрісіміз кезекті дәріс болып есептелінеді. Ринат Закиловнан кейін бірнеше мемлекеттік қызметкерлер, мемлекеттік қызметте басшы лауазымда жүрген азаматтар, қоғам белсенділері, қоғам қайраткерлері дәрістер өткізген болатын. Бүгінгі кезекте бізде осы Абайдың кезекті қара сөзіне тоқталатын боламыз. Бүгін біздің дәрісті өткізуші осы Қостанай облысының азаматы, жазушы Әбутәліп Әмір ағамыз. Аға, сізге сөз берем, дәрісіңізді бастасаңыз болады. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар дейміз ба. Енді сіздер мен әр жақтан келіп отқан шығар деймін, әртүрлі аудиториядан. Бірақ енді мақсат бір ғой, негізі Абайдың қара сөздерін дәріптеу. Сондықтан біріншіден мен бұған дейін өткізген лекция күйінде, дәріс күйінде өткізгендерді көргем жоқ. Сондықтан менің қазір өткізетінім сіздердің көңіліңізден шыға ма жоқ па, оны мен тоже білмеймін. Бірақ енді шығуға тырысамын. Бұл лекциядан гөрі тренинг кешенге көбірек келеді, бірақ оған уақыт жетпейтін шығар, сондықтан көбірек сөйлейтін мен болатын шығармын деп ойлаймын. Дегенмен арасында мен сіздерге сұрақ қойып тұруым мүмкін, өйткені кері қатынас болған жерде қабылдау жақсы болады, ұғым жақсы болады. Егер де менің қазір жүргізетінім бұған дейінге ұқсамайтын болса, ол да бір өзіндік соңғылық болады шығар деп өзім ойлаймын. Екіншіден, қалай дейді? Бұрын шықпаған биікке шыққың келсе, бұрын естімеген нәрсені ести, бұрын істемеген нәрсені істе дейді, сондықтан бастайық. Енді жұмыс аяғы, шаршадыңыздар, мен тренинг сияқты бастайын деп едім, бірақ қадімгідей бастай берейік, өйткенде зейіндеріңіз жаман емес екен, бәрі дайын. Мен негізі Абайдың 19-шы қара сөзі деген алдым, барынша қысқа. Қазір мен мынандай мәселені көбірек айналдырып жүрмін. Абай және біз деген. Абайдың кезіндегі айтылған дүниелер бүгін қаншалықты өзекті, қаншалықты маңызды. Сосын соны біз орындап жатырмыз ба, әлде бір орында тапталып тұрмыз ба деген сияқты. Абайдың 19-шы қара сөзінде ол былай айтады. Мен енді мынаны оқып нетпей қойын, кәдімгі мағынасын айтайын. Онда былай айтылады. Адам ата-анадан туғанда естіп болып тумайды. Ол көріп, біліп, ұстап, татып, сөйтіп барып естіп болады дейді. Есті адам басқалардан көбірек естісе, соғұрлым өзі де естіп болады дейді. Демек, көбірек тыңдау керек. Енді біздің кәдімгі осы күнгі жағдайға, осы күнгі жастыққа дейді ғой, біздің плоскостьқа шығаратын болса, көбірек оқу керек. Енді Абайдың кезінде білесіздер, 99% десек, біздің қазақтар оқитындай мүмкіндігі болған жоқ. Сондықтан ауызша жеткізілетін. Қазір бәріміз сауаттымыз, сондықтан негізгі біздің құралымыз ол оқу, көру, интернеттен, кітаптан, басқадан, бір-бірімізден есту деген сияқты. Енді Абай тағы айтады, осы 19-шы қара сөзінде, егер де біреуден естігенді пайдаланатын болса, өзі естіп алады деп жаңа айтып кеттім ғой. Ал енді ол шалқақтап, шалқиып, менсінбей, онда не бар дейсің деген сияқты салғырт қараса, немесе естіген дүниесін тұшынып, кейбір жерлерін сұрап алып, қызықпаса, онда естігеннің бәрі құр бекерге кеткен дейді. Сондықтан мен
осы тақырыпты айтқым келіп тұр. Мәселе былай. Біз мысалға енді қандай да бір қызмет істеу үшін, қандай да бір жақсы жерде өзімізге ұнайтын жұмыста болу үшін негізі оқимыз. Мектепте оқимыз, колледжде оқимыз, университетте оқимыз, ақырында диплом алып шығамыз. Сосын соның нәтижесі ретінде біз өзіміздің ойымыздағымызды іске асыра бастаймыз. Бірақ кейбір жағдайда біз осы принциптен ауытқып кетеміз. Мысалға, айталық, жетістікке жету, бақытты болу, бай болу дегенге келгенде, мен мысалға көп естимін. Осы кітапты оқып, жетістікке жеткен адамды, кітапты оқып, бай болған адамды көргем жоқ дейді. Бұл түп тамырымен қате. Неге десеңіз, бүкіл жетістікке жеткен адамдар өзінің алдындағыларды оқып, әрі қарай қолынан келсе дамытып, өзінің күнделікті практикалық істерінен қолданып, сөйтіп өткен. Галилей, егер бүйтіп айтса, егер мен алысты көріп тұратын болсам, мен алыптардың иығында тұрдым дейді. Алыптар деп тұрғаны, оған дейінгі ұлы адамдар, солардың еңбектеген оқу арқылы. Енді, мынау, олар мен қазір айтайын деп тұрған негізі бизнестің адамдары болуы мүмкін, бірақ олар тек қана бизнес емес. Бұл жерде бір үлкен философия бар. Мына Шварценеггер деп айтқан. Одан сұрайды ғой, Роман Василенко деген. Сіз осы ақшаны қайтесіз, не істейсіз дегенде. Біріншіден ол менің өзімнің арманымды жүзеге асыруға көмектеседі. Мен соныменен әлемді аралаймын, ойымда қандай жақсы ниеттер келеді, соның бәрін жүзеге асырамын дейді. Сосын ең соңында былай дейді, ең бастысы дейді, мен сол арқылы елге көмектесе аламын дейді. То есть, біз ана не айтамыз ғой? Қайырымдылық. Мысалы, миллиардерді алсаңыз, Билл Гейтс деген өзінің бүкіл 1/3 байлығын ол 30-40 миллиардтай. Тек қана қайырымдылыққа арнайды. 40 миллиард деген ақша, оны түсінудің өзі қиын, оның қанша екенін. Сондықтан мен анау бизнесмендер туралы, басқа туралы айтып тұрғанменен, олардың кәдімгі өмірді түсінігі басқасы осы тура біздікіндей. Ол бір кетіп жатқан жоқ. Сондықтан мен қазір мынандай адамдарды айтайын, негізі менің қазір айтайын деп тұрғанымды сіздердің біраздарыңыз білесіздер, немесе кейбіреуі менен артық білесіздер. Қараңыз, Наполеон Хилл деген кісі болған. 6 кітаптан тұратын «Думай богатей» деген кітабы бар. Ең мықтысы мен түсінетінім, 1-ші кітабы мен 3-ші кітабы. Содан кейін Джим Рон дейді, Роберт Кийосаки дейді. Ең жақсы көретін менің жазушым, және осындай бизнеспен айналысатын кісі Бодо Шефер, неміс. 16 жасында Америкаға барып, түктен түксіз, содан кейін миллионер болған. Осындай кісілердің барлығы үйрену арқылы, көру арқылы, Брайан Трейси деген бар. Әлемді аралаған, өзі бір қарапайым семьядан шыққан, затты сатқан кезде мен сатқанымды алмайды дейді. Жанында тұрған адамды алады дейді. Содан кейін ол жұрттан сұрай берген ғой, сіз қалай сатасыз, сіздікі неге алады деген сияқты. Сөйтіп там-тұмдап практика жинаған. Осы тұрғыдан келген кезде менің айтайын деп тұрғаным, жетістікке жету үшін көбірек оқу керек, көбірек айналысу керек, бірақ әлгіндегі Абай айтқан сияқты оны жай ғана естіп, содан кейін шыққан бетте ұмытып кететін болсақ, әлгіндегі оқығанымыздың бәрі, үйренгеніміздің бәрі текке кетеді. Енді практикалық жағына қарай келейік, осыны қалай жасауға болады. Мен енді үлгіргенімше бүгін 3 сұрақты қарап көреміз. Біреуі біртіндеп дейді, біртіндеп. Екіншісі мом дейді. Үшіншісі бастасақ болды дейді. Шартты түрде бастау дейді. Осы 3 сұраққа мен егер көрсем, ол жақсы болады неді. Бір қандай да бір істі бастаған кезде, біздің әрқайсымызда арман бар. Арман бар, ең бай адам, ол арманы бар адам дейді. Жұтаң адам, арманы жоқ адам дейді.
арманымыз бар, бірақ соған қалай жетеміз? Ойлаймыз, әлгі Жұмекен Нәжімедовтің өлеңі бар еді, түйе туралы. Ұлы сапар қалды бүгін басталмай деп. Ертеңнен бастайым дейді де, адамдардың өмірде сондаймен өтіп кету керек, өтіп кетеді. Сондықтан егер де ойларыңызға бірдеңені асырғыларыңыз келсе, оны кішкентайдан біртіндеп бастаңыз. Бұл біздің адамдардың ең бірінші орынға қоюға болады қатесінің бірі сол. Бай болғысы келсе, бірден бай болып кеткісі келеді. Таңертең тұрып бай болып кеткісі келеді. Соған пландайды да, бір кезде қайтып, әлі қолында ақшасын айырылып қалғанын, жұмыстың жүрмей қойғанын өзі түсінбей қалады. Сондықтан біртіндеу деген былай, мысалға айталық, сіз өзіңіз үшін программа құрдыңыз да, бағдарлама құрдыңыз, мысалға мен мынамен айналысам, бөліп тастайық, денсаулық байланысы, тұлғалық өсу бойынша, семьям бойынша, тағы басқа бір былай әдебиетті басқаны білем деп. Әр адамдардың өзінің ойы бар, өзінің жоспары бар. Жоспар туралы қазір үшін айтып кетемін. Мысалға сіз айталық, мысалға жұрттың бәрі біледі. Таңертең тұрып физиотерапия жасаудың өте пайдалы екенін. Бәріңіз де білесіздер. Бірақ соған біз құн табаймыз. Ертеңнен бастаймыз дейміз, сосын ол басталмайды. Ал егер де сосын осындай бірнеше мысал айтайын. Немесе мынандай контрастный душпен, болмаса салқын сумен жуынды деген, ол өте пайдалы. Мен просто өзім білетін нәрселерден айтамын, басымнан өткізетінін істеп жүрген. Сондықтан, ал осы екеуімен айналысуда адам неге тоқтап қалады? Ол алапта қазір Құдайға шүкір барлықтарыңыздың үйлеріңізде жылы суда келіп тұр, ыстық суда келіп тұр, таңертең ваннаға кірдіңіздер, мұздай сумен бір 3 минут па астында тұрасыздар да, сықыланасыз, ештеңе болмады, кет дейсіз. Бірақ 2-3 күннен кейін сіздер уже тұмау болып па, басқа болып па, ақырындап ауыра бастауыңыз мүмкін. Сөйттіңіз ба? Бұл болмайды екен, бір көремін, жасқа қарай дейсіз де қойып кетесіз. Бұл біртіндеп бастамағаннан. Бірінші күні 15 секунд істеңіз. 15 секунд мысалға түсіндіңіз ба? Осылай бір жеті, одан кейін тағы да 15 секундты қосыңыз деген сияқты біртіндеп дегеннің осы. Бұл кез келген нәрседе, кез келген. Ол мұздай суға шомылу болсын, ол голодание болсын, ол физзарядка болсын, осына. Сосын, егер бұл туралы сұрақтарыңыз болатын болса, мен оған барлықтарына жауап беремін, білемін. Енді мынаған көшейін. Мынау мом дегеніміз просто қысқартылған, мынау ағылшынша жазылған, бұл негізінде әріп, екі әріп. Мынау максимум, мынау орташа, мен өз солай белгіледім де, мынау минимум деген сияқты. Бірдеңені ісіге жоба асыру үшін, мысалға айталық, сіз қиын істі бастау, өте қиын істі емес, өте қажетті, сіз үшін өте маңызды жұмысты бастау, бұл қиын. Бұл қиын. Қиындығы мынада. Ертең бастайын деп ойлайсыз да, сол уақыт жақындаған кезде барып шай ішіп алайыншы, кофе ішіп жіберейінші, мынаған звондап жіберейінші, содан кейін бастаймын дейді. Сөйтіп сырықтай бересіз, соныменен әлгі өлеңдегі сияқты ұлы сапар тағы қалды басталмай дейді. Осы болмас үшін сіз алдын ала былай істеуіңіз керек. Бір уақытты белгілеңіз, таңғы сағат 6 ма, таңғы сағат 6:30 ба, бірақ ол кезде сізге ешкім кедергі келтірмейтін дейді. Содан кейін сол уақытта бастап кетемін деп ойлаңыз. Сосын психологически дайындалып жүріңіздер, кофе ішуді қойыңыз, анан ешкім звонок жасамайды. Сосын анау максимумның мағынасы болай. Сіз мысалға бірінде үйлендіңіз ба, мысалға ең былай айтайық. Статья жазу болады. Мен әртүрлі жұмыстар түрлі айтып жатырмын. Әлгіндегі даже жаттығу болатын болса. Өзімнің денсаулығымды жақсы ұстау үшін маған мысалға күнде жаттығу керек. Демек, оған менің күнде уақытым жоқ. Былай істеуге болады деп ойлайсыз. 1 сағат немесе 1,5 сағат мен спортпен емес, именно физкультурамен. Бұл екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Спорт деген адамға күші кетеді,
физкультура деген сізге қуат беретін дүние. Сондықтан мен 1,5 сағат айналсам деп ойлаңыздағы, аптасына бір рет. Оны сенбіге қойыңыз, немесе жексенбіге қойыңыз. Содан кейін сол уақытты тауып алыңыз да 1,5 сағат айналысуға тырысыңыз. Енді, егер сіз бірден олай істей алмайтын болсаңыз, мына жерде минимум деген бар. Олай істеңіз. Мен ертең тұрамда 5 минут аламдағы 1, 2, 3 деп осы 5 минут істеймін, болды. Ешкім зорласа да істеймін деп ойлаңыздағы осыны істеңіз. Бұны былай істейді. Мысалы, сіз үйреніп болған кезде, мысалға мынау максимум болғанда 1,5 сағат істейтін болсаңыз, минимум болғанда 5 минут немесе 7 минут істейтін болсаңыз, орташа болғанда 1,5 сағат істеңіз. Сонда былай болады. Бір күн тұрдыңызда, шынымен жексенбі күні 1,5 сағат асықпай айналыстыңыз, гантельмен ба, эспандермен ба, доппен ба, жай өзіңіздің былай қимылыңызбен айналыстыңыз, өзіңіз ырза болып тұрсыз, істедім ау деп. Бірақ енді ойлайсыз, күнде олай бола бермейді, мен ондай уақытым жоқ, ертең дүйсенбі. Мен ертең орташа істеймін, 1,5 сағат тұрып деп. Бірақ таңнан кейін құдай атып, ұйықтап қалдыңыз. Ұйықтап қалдыңызда 1,5 сағат істейтін сіздің уақытыңыз жоқ. Сол кезде мынау сіздерге көмекке келеді. Міндетті түрде 5 минуттан ештеңе кетпейді, 5 минут істеуге тырысыңыз. Түсіндіңіз бе? Мәселе мынада, мына Бодушев айтады, егер де бір нәрсені бастауды жоспарласаңыз, содан кейін 72 сағаттың ішінде соны бастамасаңыз, ол ешқашан басталмайды дейді. Түсіндіңіз бе? Сондықтан сіз 5 минут айналыссаңыз былай, өзіңізге жоспар құратын шығарсыздар деп ойлаймын, бәріңіздің блокноттарыңыз бар, басқа бар деген сияқты. Өзіңізге ырза болып, мен істедім деп қойыңыз. Бұл сізге ертең тағы да осылай істейтініңіздің кепілдігі. Егер де бүгін сіз оны істемесеңіз, ертең тем более істемейсіз. Арғыны уже ұмытылады, сосын қайтадан баяғы қалпыңызға келесіз. Түсіндіңіз бе? Сондықтан ең қысылған жағдайдағы мынаған істеңіз, минимум істеңіз. Ал уақытыңыз болып тұратын болса, 1,5 сағат айналысыңыз. Енді мен сіздерді ойлаймын, менің айтып жатқанымды былай кеңейтіп алып кетесіздер деп. То есть мен тек қана физзарядка туралы айтып жатқан жоқпын. Ол шет тілін оқу бола ма, ол бір статья жазу бола ма, ол бір сіздің емтиханға дайындығыңыз бола ма, әлі 6 ай бар, бірақ қазір бастай беріңіз. Түсініп тұрсыз ба? Осы принципті пайдалансаңыз және қоймасаңыз, өзінен өзі қалыптасып кетеді. Привычка великая сила деген сөз бар. Түсіндіңіз бе? Мына біздің бүкіл өміріміз ол біздің қалыптасқан әдеттерімізден тұрады. Бүкіл әдет келеді де адамды тағдырға алып келеді дейді. Әдеттерің жаман болса, тағдырың да жаман болады. Әдеттерің жақсы болатын болса, тағдырың да жақсы болады, өмірің де жақсы болады, жетістігің де көп болады деген сияқты. Мен ойлаймын, бұл туралы да біраз түсінік бердім ғой деймін. Енді мынау бастау дейді. Бастау деп жай шартты түрде айтып тұрмын, қалай бастаймыз? Осы бастау деген шынымен қиын. Мына жаңа айттық қой, бастап кетеміз, бүйтеміз, сөйтеміз. Негізінде бастау бүкіл істің кем дегенде жартысының кепілдігі. Бастап кету. Мен таңғалдым, біздің халықтың даналығы керемет сақталған екен. Бізде былай дейді ғой. Мысалға, жақсы сөз жарымыз дейді. Бұл бүкіл батыстың адамдарына айтатын сөз. Егер де жақсылықты тартқың келсе, жақсылық айт, жақсылық ойла, жақсылық істе дейді. Сол сияқты мынау бастап кету ең маңызды дүние. Бірақ оны қалдырмау керек. Енді бастау туралы былай. Уақытты белгіледіңіз, сағат 6:30-да отыратын орныңызды белгіледіңіз, телефоныңызға ешкім мазаламай. Содан кейін бір статьяны жазғыңыз келді, немесе бір кітапты оқығыңыз келді, конспект, немесе бір емтиханға дайындалғыңыз келді. Ең дұрысы былай істеген дұрыс. Өзіңіз сөз беріңіз. Мен өз көп айналыспаймын. Бүгін бір 10 минут отырамын. Тіпті егер одан да қорықсаңыз
мен 5 минут отырамын. Сосын қалғаны ертең деп. Сіз 5 минут отырып көріңіз. Bir saatқа қарасаңыз 15 минут өтіп кетті. Сіз анаған уже беріле бастадыңыз. Bir кезде жүрмей қалатыныңыз болады. Жүрмей қалатын болса, тұрыңыз, терезеге барыңыз, қараңыз, елдер оянып жатыр. Сосын өзіңіз. Мынау жаңа 15 минут отырдым ғой, көрейінші, 5 минут, 5 минут бітті деп, тағы отырыңыз. Бұл бастауға ең күшті инструмент. Брайан Трейсидің «Жиіркенбеңіз, құрбақаны жеп қойыңыз» деген кітабы бар. Оқыған шығарсыздар, көрген шығарсыздар. Вот сонда былай, жоспар құрған кезде таңертеңгісін ең қиын дүниеден бастаңыз дейді. Ең қиын, біз былай істейміз. Оңайын істеп тастайыншы, содан кейін уақыт босайды, содан кейін мен анау ең маңыздымен айналысамын деп. Түсіндіңіз ба? Сіздің оған шейін күшіңіз де қалмайды, кеш болады, шаршайсыз, біреу звондайды, басқа жаққа бару керек, қонақ дейді, сөйтіп сырға өтіп кетті. Сондықтан ең маңызды дүниені ең бірінші істеп тастағаныңыз дұрыс. Енді бұл жерде анандай туындайтын бар ғой, мысалға жоспар құрған кезде А дейді, Б дейді, В дейді, С дейді деген сияқты латынша айтқан кезде, мынау А дегеніміз вообще маған ұнайтыны былай. А деген былай. Өте шұғыл және маңызды. Бұл не нәрсе? Бұл сіздің бастығыңыздың сізге берген, ертеңге берген тапсырмасы, отчет. Бәрін жинап тастайсыз, отырасыз ғой. Амал жоқ, отырасыз енді. Ұнай ма сізге, ұнамай ма, бұны апару керек. Осыны көбінде Аға бөліп қоямыз біз. Мүмкін олай сіздер жасайсыз ба, жасамайсыз ба, мен білмеймін. Бірақ сіздердің бастарыңызда солай тұр. Түсіндіңіз ба? Ал Б дегеніміз, мен неге маңызды деп тұр, бұл өте маңызды, бірақ шұғыл емес. Сіздің емтиханға дайындалуыңыз. Сізге емтихан керек қой, мысалы, университетке түсуіңіз керек, болмаса бір квалификация алуыңыз керек, тағы деген сияқты. Осыны сырғытып алмас үшін бұл шұғыл емес, бірақ өте маңызды. Осыменен бір ешкім кедергі келтірмейтін уақытта күніне айналысып, күніне ме, 7-сіне 1 рет па, 7-сіне 3 рет па, біз графикпен айналысып қойсаңыз, сіз міндетті түрде анау діттеген жеріңізге жетесіз. Сондықтан біртіндеп дегеннің мағынасы осы. Енді жаңа айттым, бұл тренинг күйінде былай істеңіздерші, сіздер. Мен вообще негізі мектептің балаларымен 11 жыл істедім. Студенттермен 22 жыл істедім. Содан кейін 18-ден 63-ке дейінгі аралық кісілермен 5 жыл істедім. 3 жыл офлайн режимде осылай отырады. Үлкен 60-қа келген кісі бар, 18-ге жаңа толған кісі бар. Түсініктері әртүрлі, бірақ қызық, өте қызық. Сондықтан олармен басында былай келістік. Сіздер бірден ұялмаңыздар. Ұялмасаң, сұрауға ұялмаңыздар. Көп неге сұрамыз, былай да білейді. Мәссаған, мынаны да білмей ма деп, маған жұрт күледі дейді де, әгін сұрамайды, білетін сияқты отыра береді, білмесе дейді. Мен айтам, ол ұят емес. Соны өмір бойы ақыры білмей өту ұят. Онда қазір сұрап алыңыз да, ұялғыңыз келсе, ұялғыңыз келсе, ұялмай қойыңыз. Бірақ біліп аласың, түсіндірсіз ба? Сондықтан қазір мен мынандай сұрақ қояйын деппін сіздерге. Сіздер жалпы қандай да бір күнге ма, аптаға ма, айға ма, 90-ға ма, жылға ма, немесе 5 жылға ма, 10 жылға ма, болмаса өміріңіздің соңына дейін деген. Бір осы айтылғандардың қандай да бір жоспарын құрасыздар ма? Құратындарыңыз қолдарыңызды көтеріңіздерші. 1 адам, 2 адам, 3 адам, 3 адам. Енді мен айтайын. Мен көп адаммен кездестім, былай дейді. Мен жоспар құрдым ба, ол быт-шыт болады, түк орындалмайды дейді. Бұл төп тамырымен қата дүние. Түсіндіңіз ба? Өйткені сіз жоспар құрған кезде күнде істемеген жүрген нәрселеріңізді құруыңыз мүмкін. Түсіндіңіз ба? Осы орындалмай жүр, осыны орындайыншы деп. Енді оны орындау бастап қиындайды. Сөйтіп ол қатпай береді. Сосын айтады, мен жоспар құрсам, бітті ол, орындалмайды. Қасы екені бірдеңе шыға келеді дейді. Ол негізінде олай емес. Ал негізінде жер бетіндегі есі кіргеннен бастап адамдардың бәрі жоспар құрады. Просто көбінікі басында отырады. Сіздер қазір
шығып кеткеннен кейін қайда осы жаққа кетіп қалмайсыздар ғой. Жоспар бойынша үйге барасыздар, тамақ ішесіздер, кино көресіздер. Оның бәрі кішігірім жоспар. Бірақ ол маңызды ма, маңызды емес па? Бұл басқа мәселе. Сосын ертеңгі жоспарлайсыздар. Ертең тұрамын, жұмысқа барамын, содан кейін осы субботада ананың тойына баруым керек. Одан кейін былай істеуім керек, солай істеуім керек. Түсініп тұрсыздар ма? Бұның бәрі жоспар. Бірақ жоспардың ең дұрысы оны қағазға түсіру. 1953 жылы, жоқ, мен ұмытқан жоқпын. Біз Абай туралы айтып жатырмыз. Бірақ мен жүзеге асыруды осы Абайдың жалғастырып жатырмын. Ағай не айтып кетті деп ойлаңыздар. 1953 жылы Йельский университет бар, частный, Америкада. Соның студенттеріне, көп студенттерге мынандай сұрақ қойған. Сіз жоспар құрасыз ба? Бірінші сұрақ. Екінші, құрған жоспарыңызды қағаз күйінде өзіңізге жазып қоясыз ба деп. Результат былай болыпты. 3 адам айтыпты, егер процентті шағатын болса, мысалы 100 адам деп, 100%. 3%, мүмкін ол 1000 адам болған шығар. 3% айтыпты, жоспар құрамыз, оны міндетті түрде қағазға жазып жүреміз. 14 адам айтыпты, жоспар құрамыз ойымызда, бірақ оны жазбаймыз. Анда-санда бір жазатынымыз бар, бірақ бардың бетін деген сияқты. Қалған 83% мүлде жоспар құрмаймыз дейді. 1973 жылы әлгі выпускниктерді жинап алған ба, болмаса звондаған ба, қайтадан солардың студенттерге тапсырма берген ба, соларды тауып алып, қазіргі жағдайлары қалай болып жатқаны туралы мәлімет жинаған. Сонда мынау 14% адам жоспар құрамыз, бірақ ылғи емес дейтін адам, жоспар құрмаймыз деген адамдардан 10 есе жақсы тұрады екен, әрқайсысы мысалға. Мысалға, айталық, мен жоспар құрмайтын болсам, інішек жоспар құратын, бірақ аңызаңда құратын болса, оның кәдімгі, или материальный келетін болса, состояниесі менікінен 10 есе жоғары. Түсіндірсіздер ғой, иә? Бұл жерден материальный ғана емес, материальный бай болған адамның рухани байлығы да жетерлікті бар, ол шетелді көреді, ол басқаға істейді деген сияқты. Ал анау 3 адамдікі құратын. Осылардың қалған 97%-дің бәрін қосқанда бір адамның өзіндікі бәлен есе асып кетеді дейді. Түсіндіңіз ба? Сондықтан жоспар құрудың пайдасы осында жатады екен. Енді мен уақыттарыңызды асып кеткен жоқпын ба? Сондықтан жоспар құрыңыздар, жоспарды құрып керегіне, ол текке сөз, бәлен түген уақыт жоғалту деген адамнан қашыңыздар. Қашыңыз дегенде, енді ол сіздің жақыныңыз болуы мүмкін, әйеліңіз болуы мүмкін, күйеуіңіз болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, туысыңыз болуы мүмкін. Мүлде қашып кет деген сөз емес қой. Ол туралы ол адаммен бәлемді бөлісудің қажеті жоқ. Неге? Сізді өзінің дұрыс емес ойымен басқа арнаға салып жіберуі мүмкін. Ол өлістімейтін адам дәлелдегіш келеді, ол шебер болады, ол айтқыш болады. Оны бүйткен дейді. Ана деген спортпен айналысатын еді, 50 жетті өліп қалды дейді. Это частный случай. Мысалысыңыз ба? Сондықтан оны тыңдамай, өзіңіздің басыңызбенен, мен өзім мынандай бір ұғымды жақсы көремін. Негізі ол солай айтыла ма солай? Внутренняя свобода. То есть ішкі еркіндік. Ішкі еркіндік деген ешкімнің несіне әсіресе ол теріс қарай болатын болса, оны қабылдамау. Осы ішкі еркіндікке жатады. Мен түсінігімде біреуден қызғанбау, біреуді күндемеу, біреуді көре алмау ішкі еркіндігі жоқ адам. Түсініңіз ба? Сосын үшінде просто айта кетейін, бұл адамның ең бір қасіреті. Көп жағдайда адамды инфарктқа апаратын, инсультқа апаратын, адамды ерте қартайтатын, бұл біреуді көре алмау, біреудің қуанышына қуана алмау. Ал егерде сіз біреуді
қуанышын бөлісе алатын болсаңыз, ол үшін қуана алатын болсаңыз, ол үшін шын пейіліңізбен сөйтетін болсаңыз, сіздің өміріңіз күрт өзгере бастайды. Неге десеңіз, сіздің солай істеп тұрған адамыңыз сізге осылай жауап береді. Сізге солай жауап береді. Ол сізге күш береді. Бірақ сіздерге сразу айтқан бұл қиын. Мынау осыдан шығып кету қиын. Мысалы, кез келген адамнан сұраңыз, сіз көре алмайсыз ба? Жоқ, Алла сақтасын, ондай емеспін дейді. Бірақ қиындық осыда. Біреу осынша, біреу осынша, біреу осынша, осы адамда қалыптасады. Бірақ оны жеңуге болады. Оны жеңуге болады, өзіңізді кішкене зорлап, енді былай айтсам, былай болып қайын деп тұр ғой. Өтірік істейін ба сонда деп. Қаласаңыз, басында өзіңіз зорлап өтірік істеп көріңіз. Сосын тап-төртті дейді ғой. Бірден ол сізге әдетіңізге айналғаннан кейін, ол сіздің кәдімгі болмысыңыз болып кетеді. Сіздің второй натура дейді. Болмысыңыз болып кетеді де, сіз шынымен қуана алатын боласыз. Сол кезде сізге өмір сүруде өте жеңіл болады. Енді сондықтан енді үйрену туралы айттық, жоспар туралы айттық. Жоспар жасаңыздар деп ойлаймын. Ол сіздерге көп дүние береді. Сосын алған беттеріңізден қайтпаңыздар. Негізі басында былай істеп алыңыздар. Сіздер байқайсыздар ма, бәріңіз де жассыздар. 30-40-тың маңайындасыздар ғой әрекет еткенде. Бұл біздің түсінігімізге, қазіргі түсінігімізге қараған кезінде бұл мүлдем жас болып есептеледі. Сіздер ойлап көріңіздер, 60-тағы шалды бұдан 50 жыл бұрын. Сақалы мынандай, таяқ ұстайды, бүйтіп жүреді деген сияқты осылай. Біздің Абай айтады, қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман дейді. Оның неше жасында жазғанын Құдай біледі. Өйткені өзі 59 жасында қайтыс болды. Түсіндіңіз ме? 59 деген бізде қазір ол жас жігітке пара-пара сияқты ғой, күші қайнап тұр. Сондықтан шынымен солай. Өйткені қазір қараңыздар, мен бір күні бірді айтып бірге етіп қалған ба, бір үлкен кісінің Гауһар тойында болдым. Гауһар дейді ме? Бриллиант 60 жыл өмір сүрген. Мен білмеймін, бізді сол кітапты шығарған біздің баспадан шығарып еді, сосын ба ең үлкен сондай адамдарды отырғызып қойыпты. Бір столда 5-60 той өткізген адам отыр. Параларымен. Түсіндіңіз ба? Сонда олар 82-85-терде. Демек, қазір айтып отыр ғой. Жас 25 жасқа ұлғайды деп. Ол шын. Сондықтан сіздер өздеріңізді кәрі сияқты емес, өздеріңізді неғұрлым жас сияқты сезінсеңіздер, соғұрлым жақсы. Сондықтан жоспар құрыңыздар, арман қойыңыздар, биіктеңіздер. Арманы жоқ адамның қанаты жоқ құс сияқты дей ма? Немесе мынау бір американский не айтқан актер. Алдыңыздан арман көлбеңдеп ұшпаса, онда өміріңіздің бәрі текке деп. Сондықтан тоқтамау туралы былай айтайын. Мен жерде соны айтайын деп жатыр едім, сосын бір мысалдармен кетіп қалдым. Бірінші ойлап алыңыз, сізге өмірден не керек өзі? Нені қалайсыз өзі? Бай болғыңыз келе ма? Атақты болғыңыз келе ма? Просто елге көмек тигізгіңіз келе ма? Болмайтын болса, тағы да бір өзіңіздің мынау істеп жүрген неңізде, салаңызда жоғары бір жетістікке жеткіңіз келе ма? Соны ойлап алыңыз да, сосын қойыңыз. Бірақ бір-екі күннен кейін немесе бір жетіден кейін оның айнып кетпейтіндей. Қалай болғанда да соған бара жатырмын деп. Сосын алға қарай жылжу керек. Алға қарай жылжу керек, мынандай бір мысал айтайын. Сіздер мынаны көрдіңіздер ме? Құмырсқа кетіп бара жатады ғой? Құмырсқа. Құмырсқаның алдынан алып, кстати, ол неге кетіп бара жататынын айтайын ба? Былай дейді. Бір құмырсқа бір жерден көреді де, 6 кішкентай дәнек жатса, ол барады да өзімен бірге бесеуін етіп келеді екен. Түсіндіңіз ба? Олардың енді қалай түсінетінін мен білмеймін. Олардың өмірі бар ғой өзінше. Соған кетіп бара жатыр дейді. Мынау алдына қорап қойыңызшы шырпаны. Өте алмасын деп. Ол оны бүйтіп өтіп кетеді. Егер сіз оны былай көтеріп қойсаңыз, егер шыға алмаса, ол былай өтеді. Ол ешқашан артқа қарай кетпейді.
байқап көріңіздер. Ол бәрібір алға қарай жылжи береді. Қашанға дейін дейсіз ба? Өле-өлгенше. Бірдеңе етті ма? Осы принципті қалыптастырсаңыздар, алға қарай жету оңайланады. Тағы да қайталап айтам, сізді етегінен тартып, оның керегіне, оның қайтесің, сонсыз да бәлен, сенің де бір кереметтер оны бастаған, істей алмайсың деген адамды мүлде таңдамаңыз. Мүлде таңдамаңыз. Мынандай притча бар. Көлбақалардың жарысы болған екен дейді. Содан анау шыңның басына кім жетеді, соған керемет бір приз береміз деп. Содан көлбақалар кетті дейді. Орта жол, мынау төмендегілер өздері шыға алмайтындар ағайып, ей, жете алмайсыңдар, ой, сендер қайда, сендер жетуге, анау қаншама жер деген сияқты. Содан орта жолға бармай, жартысынан көбі қалып қойған. Ең мықты дегендері жақындап, бірақ дауыс естіліп тұр дейді төмен айғайлаған. Енді ең ақырсында біреу шықты ананың басына. Содан кейін келіп интервью алып жатыр дейді. Бұл притча ғой, түсініп ма? Сондықтан интервью айтады дейді де, сізді соншама анау биікке көтерген не нәрсе деп. Ана жауап бермейді дейді. Сосын тағы мен сізге сұрақ қойдым десе, ана күледі дейді де, ол мылқау саңырау, ол естімейді деп. Сол анау айғайлағанды естімей тұр ғой, жете алмайсың дегенді. Бұдан шығатын қорытынды, сіздерге жақсы ақыл айтса, тыңдай қалыңыздар. Ал сіздің арманыңызға кетіп баратын жолдан тосқауыл болып айтатын болса, оны мүлде тыңдап беру жоқ. Ол қаншама жақын адам болса да, ол сізге жан ашып тұруы мүмкін. Өйткені ол шынымен солай болып тұруы мүмкін. Ол сізге көре алмағаннан емес, шынымен солай, бірақ ол сізге жақсылық әкелмейді. Сондықтан үш айтатын нәрсе көп. Мен мынау үшеуі туралы айттым, онда қосымша тағы нелер айттым. Егер де осы айтылғандардан аздап та бір пайда тапсаңыздар, немесе үйге барып бірдеңені ешкімге айтпай, осы ақырындап мен бастап көрейінші десеңіздер, онда менің бұл жерге текке келмегенім. Онда менің біреуге бір кішкентай жақсылық жасап кеткенім бұл есептеледі. Негізінде адамның өмірге келгендегі миссиясы дейді ғой, сіздер мысалы ойланып көретін шығар, неге келдік біз, не істейміз дегенде, бұл әлемді жақсарту дейді. Әлемді жақсарту, одан әрі әрлендіру. Ол әркім әртүрлі. Біреу құдық қазады деген сияқты, бір көпір салады деген сияқты, біреу бала тәрбиелейді, просто жақсы балалар тәрбиелейді, сосын балалары керемет азамат болып шығады. Әйтеуір жақсарту, қираттау, сындырмау, әрі қарай ұмтылу. Бұдан 6 жыл бұрын мен кімді көрдім? Біздің уақытымыз бітіп кетіп, мен сөйлеп жатқан жоқпын ба? Осы мен Ник Вуйчич деген кісіні көрдім. Естіп жүргеніңіз бар шығар, 2 қолы жоқ, 2 аяғы жоқ. Негізінде үлкен керемет спикер болды. Бұл Алматыда 17 жыл 1 декабрь күні. Майк Тайсон болды. Ник Вуйчич бірақында бірінші қыспай кетті. Мен ғажап таң қалғаным, 9000 адам отырған анау аренада, Алматы аренада қыбыр естілмейді де. Сосын анау көп адам отырғанда біздің мысалға 3000-дық стадионымыздың өзінде де біреу тұрып жүреді, туалетке барады, кофеге барады деген сияқты анда бәрі тыңдап отыр. Өйткені мынандай мүмкіндіктің екінші рет тумайтынын біліп тұр. Сосын арасында қол соғып отырады. Енді осындай үлкен столға әкеліп отырғызып қойып, мына шетінен ішіне жылжып жүреді. Өзі юмормен қарайтын адам. Менің мына лапаларым дейді, 3 несі бар. Оны саусақ деуге де келмейді, башпай деуге де келмейді. Бірақ соныменен жай адамнан кем баспайды компьютерді. Біз кітабына очередьке тұрдық, бірінші күні бітіп қалып, екінші күні аны алдық. Ол шалқасынан құлайды, сосын түрегеледі. Сосын айтады, менің командамда бәрі 14 адам бар дейді. Біз әлемді аралаймыз, осылай істейміз. Мен қазір енді олай мақтанып айтқан жоқ. Мен состоянием бар дейді. Ол миллионер.
екі қол жоқ, екі аяғы жоқ. Мен сондайға жетсем, жеңгелерің сап-сау сіздер не болған жетпейсіздер дейді. Сол айтады да, өше былай болған ғой. 1984 жылы мен бұрында больницада бір пастордың әйелі босанып жатқан. Содан кейін біздерде енді, по-моему, осы күні кішкене практикаға кіргізіп жүр ғой деймін. Аулаларда сол кезде болған. Әйел босанып жатқан кезде күйеуі қатысуға қақысы бар. Содан күйеуі келіп тұрады да, анау баланың көріп қалады, что-то бір қол жоқ. Сосын шыдай алмайды шығып кетеді. Шығып кетеді де, бұл қалай болды деп тұрады. Содан кейін доктор шығады, бір жарты сағаттан кейін ба, 15 минуттан кейін сразу бүйтіп сұрайды. Доктор, шынымен айтыңызшы, менің баламның оң қолы жоқ па деп. Ол айтады, сіз мужайтсыз деп. Мен білмеймін қалай. В общем, бекем болыңыз деген соң, берік болыңыз. Сіздің балаңызда екі аяғы жоқ, екі қолы жоқ дейді. Содан әйел 4 айға шейін баласын ала алмайды кеудесіне. Өз баласын өзі. Бірақ оның алдында бала әйел білмей тұрғанда әкесі барып кіреді шешесіне. Шешесі білмейді оны. Біздің бала қалай екен дейді. Оның үшін красивый дейді. Басқалай жоқ енді. Содан 4 айдан кейін екеуі ақылдасады, үйлеріне алған баланы. Сосын былай істейміз дейді. Біз баламызды кәдімгі сау бала сияқты қылып тәрбиелейік. Ештеңеден кем болмайтын деп. Сөйтіп өсіреді, бірақ бала енді страдать етеді, ата-анасы тоже оңай ғой дейсіз ба. Енді оқуға барған кезінде Австрияда немене дейді. Кемтар балаларды общеобразовательный жалпы мектепте оқуға болмайды. И сол ата-анасының мықтылығы сондай заңды бұзғызып оқытатын қылған. Одан кейін уже балалар оқытатын болған. Содан кейін мынау бала сол жерде оқиды, 8 жасында ваннадан шығып өлгісі келген, мен бүйтіп деді. Күніне таңертең, күнде жатарда Құдайдан қол сұрайды, ең болмаса бір қол бер деп. Содан жылап ұйықтайын дейді. Содан ваннаға тұншығып кетіп баратын дейді де, өзі 2 жасында ма, 1 жасында ма жүзіп үйреніп болған. Өйткені сонда анау қайғырып жылап жатқан әке шешемді елестеттім дейді де, содан кейін аулау арайымнан қайтып шықтым дейді. Содан кейін әке шешесі біледі ғой енді. Баланың страдать ететінін, баланың осында қиналатынын, сонда былай айтқан, ниік деп. Бұлар өзі дінге сенетіндер болған, әкесі пастор болды деп айттым ғой. Сонда мен Құдайдың сені жер бетіне не үшін қандай борышпен жібергенін білмеймін, бірақ міндетті түрде бір борышпен жібереді дейді. Соны сен орындап шығуың керек. Сен оған қиналма деп. Сосын енді бұл целый әңгіме, қалай әлгі осы лектор болып кеткені, оқитындары деген сияқты. Сол сияқты, сонда оказывается былайда мына кісі осындай істегеннен кейін қаншама адамдар аяғынан тұрған. То есть жұмыс жүрмей жатқандар құлшыныспенен, сосын партерден толып отыр ғой, сонда мына балконда мен санадым, бір 50 шақты адам отырды ғой деймін, жүрмейтін коляскада. Енді содан мотивация алады ғой, мысалы, түсіндіңіз бе? Сондықтан біздің борышымыз әлемге бір жақсылық жасау болса, ол үйімізге жақсылық жасаудан басталса, көшемізге, қаламызға, елімізге жақсылық жасаудан болса, осы міндетті сіздер атқарыңыздар деп айтқым келеді. Мен негізгі айтайын деген ойым аяқталды. Тренингімде бола ма деп, просто уақыттың аздығынан мен сіздерден сұрақ қоюға уақыт жоғалтып аламын деп қорықтым. Ал енді сұрақ қойсаңыздар болады. Негізі қайталап айтам, бұның бәрі Абайдың қара сөздерінен келіп тұрмыз. Қазір былай ойлап қарасаңыздар, біздің мақал мәтелдерде, Абайдың айтқан сөздерінде, батыстың әлгіндегі
Жим Ром, басқа кереметтердің айтқанының барлығында осы сөздер айтылып кеткен екен. Мүмкін біз абай өзі айтып отырды ғой. Оқыңдар, бүйтіңдер деп. Ол да сол жақтардан мысалға алып, одан қорытып сөйткен шығар. Бірақ негізгісі осы. Сондықтан менің сіздерге тілейтінім, жақсылық жасаңыздар, жұртқа жақсылық жасаңыздар, бұл міндетті түрде қайтып келеді. Адамдармен қарым-қатынаста жақсы болыңыздар. Бұл ең бірінші адамның адам болып қалыптасуындағы бақытты өмірдің несі десек болады, алғышарты десек болады. Өзімен өзі бүйтіп Чеховтың «Человек в футляре» деген сияқты болатын болсақ, біз ешқашан бақытты болмаймыз. Сол бізді ақша бақытты қылмайды. Бізді байлық бақытты қылмайды. Бізді атақ мансап та бақытты қылмайды. Егер де сіздің анау еркіндік ішіңізде жоқ болатын болса. Бірақ бұдан ақшаға ұмтылмау керек. Болмайтын болса жақсы жұмысқа ұмтылмау керек деген мүлде пиғыл шықпайды. Өйткені сіз бай болсаңыз, сіздің еліңізге, көршіңізге, туыстарыңызға әкелетін пайдаңыз әлі жай жүгінен қарағанда көп. Сіз жақсы лауазымды кісі болсаңыз, облысты басқарасыз ба, ауданды басқарасыз ба, болмайтын болса бір саланы басқарасыз ба, сіз әлдеқайда көп жақсылық әкелесіз. Мен болдым. Сұрақтарыңыз болса, кез келген нәрсені сұраңыздар. Мен білмейтін нәрсемді білмеймін деп айтам. Білетін нәрсеме жауап берейін, бір 2-3 минут. Өйткені сіздердің уақытыңызды алғым келмей тұр. Негізі менің уақытым бар. Сұрақтарыңыз комментарий